Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін этика және эстетика пәні бойынша 9-шы лекция тақырыбын қарастырамыз. 19-21 ғасырлардағы эстетика деген тақырып. Лекция жоспары бойынша: бірінші, 19 ғасырдағы эстетика, романтизм мен реализм. Екінші, 20 ғасырдағы эстетикалық бағыттар: сюрреализм, футуризм, кубизм. Үшінші, модернизм мен постмодернизмнің көркемдік жүйелері. Төртінші сұрағымыз: элитарлық өнер мен бұқаралық мәдениет деген мәселелер қарастырылады. 19-21 ғасырлар аралығында эстетика қоғам мен мәдениеттің терең өзгерістерін бейнелейтін маңызды рухани сала ретінде дамыды. Бұл кезеңде өнер мен сұлулық туралы түсініктер жаңаша сипат алды. Философиялық, әлеуметтік және технологиялық өзгерістермен тығыз байланыста қалыптасты десек болады. Әр дәуірдің эстетикалық көзқарастары адам мен әлем арасындағы үйлесімдікті, сезім мен ойдың үндестігін іздеуге бағытталды. Бұл кезеңде эстетика қоғам, мәдениет және өнердің қарқынды өзгерістерін бейнеледі. 19 ғасырда романтизм мен реализм алдыңғы қатарға шықты десек болады. Романтизм бұл табиғат, сезім, қиял мен еркіндікті дәріптесе, реализм болса шынайы өмірді, әлеуметтік теңсіздікті және қарапайым адамның тағдырын бейнелеуге ұмтылды. Эстетика бұл өнердің қоғамдағы рөлін терең зерттей бастады. Ал философиялық идеялар болса адамның шығармашылық мүмкіндіктерін жаңа деңгейге көтерді десек болады. Енді әрқайсысын жеке-жеке қарастырайық бұл мәселе. Реализм 19 ғасырдың ортасында Францияда пайда болған көркемдік бағыт. Ол шынайы өмірді, қарапайым адамдардың тұрмысын нақты көрсетуге ұмтылды. Реализм әлеуметтік мәселелерді, еңбек адамдарының өмірін және қоғамдағы әділетсіздікті бейнелеуге мақсат етті. Негізгі ерекшеліктері романтизмнің бұл өмір шындығын сын көзбен бейнелеу, қарапайым адамдар мен әлеуметтік жағдайға назар аудару, идеалдан аулақ, нақты көріністерді суреттеу және әлеуметтік әділетсіздікке үн қосу болып табылды. Реализм 19 ғасырда индустрияландыру мен урбанизацияның ықпалымен пайда болған көркемдік бағыт. Ол жұмысшы табының өмірі, әлеуметтік әділетсіздік пен еңбек мәселелерін бейнелеуге бағытталды. Жеке-жеке өз өнер мәселелерінде былай деп айтылды. Яғни суретте Гюстав Курбе, яғни тас ұсақтаушылар деген қарапайым тұрмысты көрсетті. Әдебиетте болса, яғни Бальзак, Флобер, Золя, Толстой, Достоевскийдің де адам мінезі мен қоғамны сипаттады. Театрда Ибсеннің қуыршақ үйі әйел мәселесін көтерді. Музыкада болса халықтың әуендері қолданды. Яғни реализм бұл қоғамды сынау мен өзгерту құралына айналып, натурализм мен социалистік реализмге ықпал етті десек болады. Оның басты ерекшелігі күнделікті өмірді эстетикалық құндылық ретінде көрсету болды. Ендігі мәселе бұл романтизм. 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың ортасында Европада қалыптасқан көркемдік және философиялық қозғалыс болды. Ол рационализмнен бас тартып, сезім, қиял, табиғат пен еркіндікті дәріптеді десек болады. Негізгі сипаттамалары бұл эмоция мен қиял, яғни адамның ішкі әлеміне көңіл бөлу, табиғат мәселесі, яғни шабыт пен рухани тазалықтың көзі ретінде болды. Даралығы, жеке көзқарас пен шығармашылық еркіндігі, тарих пен миф мәселесі бойынша өткенге деген қызығушылық деген мәселені көтерді. Романтизм стиліндегі бұл танымал суреттер мына мәселе болды. Яғни бірінші, теңіздегі монах Каспар Давид Фридрихтің бойынша суретте теңіз жағасында жалғыз тұрған монахтың бейнесі арқылы адамның табиғатпен байланысын көрсетілген. Сарданапал өлімі, яғни Эжен де Лакура, Ассирия патшасы Сарданапалдың өлімін бейнелейтін бұл картинада драматизм мен эмоцияларға толы көрініс ұсылған.
халықты бастап бара жатқан бостандық деген туынды бұл Эжен Делакруаның бұл картинада француз революциясы кезіндегі халықтың еркіндікке ұмтылысы бейнеленген. Медуза кемесінің апаты бұл болса Теодор Джерика деген ұлы суретшінің еңбегінде бұл туындыда теңіз апатының салдарынан тірі қалған адамдардың үміті мен қайғысы суреттелген екен. Ендігі, сюрреализм жанры. Бұл 20 ғасырдың 20 жылдары Францияда пайда болған бағыт. Негізін қалаушы Андре Бретон. Оның мақсаты санасыз ойлар мен армандарды бейнелеу, шындық пен түстің шекарасын жою болды. Сюрреализмнің негізгі ерекшеліктері бұл санасыздық пен түстер, армандар мен ішкі ойларды зерттеу. Келесі логикадан тыс бейнелер, заттарды күтпеген түрде қолдану болды. Және әрине психоанализ ықпалы. Бұл Зигмунд Фрейдтің идеяларына сүйену болған еді. Танымал сюрреалистік туындылар туындылар болып табылды. Бірінші, Сальвадор Далидің, жаттың тұрақтылығы. Бұл картинада еріп жатқан сағаттар арқылы уақыттың салыстырмалылығы мен санасыздың бейнесі көрсетілген. Рене Магриттің Адам ұлы еңбегінде бетінде алма тұрған адам бейнесі арқылы көрінетін мен жасырынның арасындағы шекара зерттелді. Макс Эрнстің Ормандағы түс деген еңбегінде бұл орман бейнесі арқылы адамның ішкі әлемі мен армандары бейнеленген еді. Енді сюрреализмнің әсерін айтсақ, бұл әрине сюрреализм тек бейнелеу өнерінде ғана емес, әдебиет, кино, театр және музыка салаларында да кеңінен таралды. Ол қазіргі заманғы өнерге үлкен әсер етіп, көптеген суретшілер мен жазушыларға да шабыт көзі болып табылды. Ендігі мәселе футуризм. 20 ғасырдың басында Италияда пайда болған авангардтық бағыт болды. Индустрияландыруды, технологияны және заманауи өмірдің қарқынын дәріптеді. Футуризмнің негізгі ерекшеліктері бұл қозғалыс пен динамика, бұлыңғырлық қайталау арқылы қозғалысты бейнелеу. Техникаға табыну, автомобильдер, ұшақтар, қалалар, осылардың барлығы басты тақырып болды. Ендігі әрине дәстүрді жоққа шығару. Бұл классикалық өнерден бас тартып болашаққа ұмтылыс деп айтсақ болады. Танымал футуристік туындылар мыналар болып табылды. Умберто Боччонидің, кеңістіктегі үздіксіздіктің бірегей формалары. Бұл мүсін қозғалыс пен жылдамдықты бейнелеу арқылы футуризмнің негізгі идеяларын көрсетеді. Келесі Джакомо Балла, көшедегі жарық. Қала шамының жарығын бейнелеу арқылы заманауи өмірдің энергиясы мен қозғалыстың көрсетеді. Джино Северинин, қозғалыстағы пойыз. Бұл туындыда пойыздың қозғалысын бейнелеу арқылы индустрияландыру мен технологиялық прогресті мадақтайды. Негізінде футуризмнің ықпалы бұл әрине футуризм бейнелеу өнерінен бөлек әдебиет, музыка, театр және сәулет салаларында да кеңінен таралды. Ол кубизм, дадаизм және сюрреализм сияқты басқа да авангардтық қозғалыстарға да әсер етті десек болады. Негізінде кубизм бұл 20 ғасырдың басында Францияда пайда болған авангардтық көркемдік қозғалыс. Негізін қалаушылар ретінде Пабло Пикассо мен Жорж Брак болған еді. Бұл бағыт дәстүрлі перспектива мен реалистік бейнелеуден бас тартып, нысандарды геометриялық пішіндерге бөліп, бірнеше көзқарас тұрғысынан көрсетуге тырысады. Кубизмнің негізгі ерекшелігін айтатын болсақ, бұл әрине көп көзқарасты бейнелеу. Нысандар бір уақытта бірнеше бұрыштан көрсетілді. Келесі геометриялық формулалар. Объектілер текше, цилиндр, конус сияқты пішіндерге бөлінді. Келесі ерекшелік жазықтықтың басымдығы. Суретте тереңдік пен көлеңке азайып, жазықтық әсері күшейді. Бірінші, монохромды палитра.
Ерте кезеңдегі кубистік жұмыстарда жиі бір түсті гамма қолданылады. Келесі, яғни коллаж элементтері. Кейінгі кезеңде суретшілер газет қиындылары мен басқа материалдарды қосып жаңа тәсілдер енгізді. Келесі ерекшелік абстракция. Бұл реалистік бейнелерден алыстап, формулар мен құрылымдар абстракцияланды. Келесі ерекшелік, яғни динамикалық қозғалыс. Бұл кубизмде заттардың қозғалыс пен уақыттағы өзгерістерін көрсету мақсатында динамикалық бейнелеу тәсілдері қолданылады. Танымал кубистік туындыларды мыналар болып табылады. Яғни Пабло Пикассо «Жылаған әйел». Бұл картинада Пикассо соғыс трагедиясын әйелдің жүзіндегі қайғы мен азап арқылы бейнелейді. Фернан Леже «Көк көйлекті әйел». Леже бұл туындыда әйел бейнесін цилиндрлік және механикалық формуларын бейнелеп адам мен техниканың үйлесімін зерттейді. Хуан Грис «Шарап бөтелкесі мен газет» туынды. Грис бұл туындысында күнделікті заттарды геометриялық пішіндермен бейнелеп, коллаж элементтерін қолданған. Жорж Брак «Гитара» деген еңбегінде Брактың бұл жұмысы кубизмнің музыкалық аспаптарды бейнелеудегі ерекшелігін көрсетеді. Ендігі, яғни ағым бұл модернизм мәселесі. Модернизм бұл 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында қалыптасқан көркемдік және философиялық қозғалыс. Ол дәстүрлі өнерден бас тартып, жаңа идеялар мен формуларды іздеуге бағытталды. Модернизм кескіндеме, мүсін, сәулет, әдебиет, музыка мен дизайнда кең таралды. Модернизм негізгі ерекшеліктері бұл дәстүрден бас тарту, яғни жаңа формуларды іздеу болды. Абстракция мен экспериментке бейімділік, жеке көзқарас пен ішкі әлемді бейнелеу. Әрине соңғысы қалалық және индустриялық тақырыптарға назар аудару болды. Модернизм бағытында көрнекті туындылар мыналар болып табылды. Яғни Казимир Малевичтің, яғни ақ төрттік туындысы. Абстрактылы өнердің шарықтау шегі болып саналатын бұл туындыда таза ақ түсті кенепте ақ шаршы бейнеленген. Пит Монтриан, яғни композиция И деген. Яғни қызыл, көк және сары түстердегі тік және көлденең сызықтар арқылы жасалған бұл жұмыс неопластицизмдің үлгісі болып табылды. Джорджия О'Кифф «Бұлттар үстіндегі аспан» төртінші. Яғни бұл картинада суретші көк жиек пен бұлттардың жұмсақ абстрактылы пішіндері арқылы кеңістік пен тыныштықты бейнелейді. Түстердің үйлесі мен ауқымды композиция аспанның шексіздігін және адамның табиғатпен байланысын сезіндіреді. Келесі түріміз, яғни постмодернизм. 20 ғасырдың екінші жартысында пайда болған модернизмге қарсы бағытталған қозғалыс болды. Ол дәстүрлі өнер нормаларын сынға алып, стильдер мен тарихи дәуірлерді араластырып, ирония мен абсурдты қолданды. Өнер туындылары көп мағыналы болып, еркін интерпретацияға мүмкіндік береді десек болады. Постмодернизмнің негізгі сипаттамалары мына мәселелер болды. Яғни стильдер мен дәуірлердің қоспасы, өткеннің элементтері мен түрлі стильдер жиі араластырады. Келесі сипаттама бұл ирония мен абсурд. Дәстүрлі нормаларға қарсы тұрып, шындық пен юморды біріктіреді. Жеке көзқарас, суретшінің жеке ойы мен пайымдауы алдыңғы қатарда тұрады. Келесі көшіру және парадокс. Бұрынғы шығармаларды қайта қолдану мен интерпретациялау кең таралған болып табылды. Постмодернизмде өнер дәстүрлі нормалардан ауытқып, жаңа эстетикалық идеяларды ұсынды. Бұл бағытта бір қатар туындылар мен авторлар болды. Яғни Пабло Пикассоның «Герника» туындысы соғыстың абсурдтығы мен символизм бейнеленген. Анди Уорхолдың, яғни Кэмпбелл супы, яғни бұқаралық мәдениетте өнерге айналдырылған. Ричард Серраның «Titled Ark»
қоғамдық кеңістікте жаңа көзқарас қалыптастырған мүсін болды. Енді әрине келесі соңғы сұрағымыз бұл элитарлық өнер мен бұқаралық мәдениет мәселесі. Қазіргі мәдениеттанудың негізгі бағыттары. Біріншісі күрделі, философиялық, тереңдігі бар, белгілі бір әлеуметтік топтарға арналған өнер түрі болса, және де ол көрерменнен жоғары талғам мен дайындықты талап етеді. Мысалдары классикалық музыка, балет, жоғары мода, академиялық кескіндеме болды. Элитарлық өнер бұл адамның рухани және интеллектуалдық дамуын көздейді. Дәстүрлі құндылықтарға сүйенеді. Ал бұқаралық мәдениет бұл кең аудиторияға арналған. Қарапайым әрі тез қабылданатын өнімдермен ерекшеленетін мәдени құбылыс болды. Бұл мәдениеттің мақсаты қызықтыру және де көңіл көтеру болды. Мысалдары поп-музыка, телесериалдар, блокбастерлер, интернет, яғни мемдері. Оның басты белгілері коммерциялы бағыт, яғни әмбебапты және жедел таралу болды. Элитарлық өнер күрделілігімен ерекшеленсе, бұқаралық мәдениет әрине қолжетімділігімен тартымды болды. Бұл екі жүйе өзара ықпал етіп, мәдениеттің дамуына үлес қосты. Бұқаралық мәдениет жаһанды үдерісінде, яғни мәдени алмасуды жеделдетсе де, сыншылар оның үстірттілігі мен стандартталуын де атап өтеді. Енді осы лекциямды қорытындылай келе, яғни 19-21 ғасырлардағы эстетиканың эволюциясы адамзаттың мәдени және рухани дамуының айнасы болды. Бұл кезеңде эстетика дәстүрлі көзқарастардан алшақтап, жаңашылдыққа, эксперименттерге және әртүрлілікке де ұмтылды. Эстетика философиясы адамның әлемді қабылдауындағы өзгерістерді, өнердің қоғамдағы рөлін және мәдени құндылықтардың трансформациясын терең түсінуге мүмкіндік берді десек болады. Бұл дәуір эстетиканың маңызды рөлін айқын көрсетіп, ол тек өнер мен сұлулыққа ғана емес, сонымен бірге адамның дүниетаным мен өмір сүру салтын да қалыптастырушы күшке айналды деп айтсақ болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.